құлақтан кіріп, бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Қазақ құлшылығын Құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді, тек жұрттың қылғанын қылып шығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы, біттім деп алсаң, ал әйтпесе саған бола жерде мал қазамын ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл осы саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйретіп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы, тілімнің келмегенін қайтарушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па сонда? Ау жаңғарып, ән қосып, үрген итпен айтаққа, келмеп пе едің жолдас, жолығуға аулақ. Адам ата анадан туғанда есті болмайды. Естіп көріп ұстап тартып ескере, дүниедегі жақсы жаманды танидағы, сондайды білген көрген көп адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерде есті білген жақсы нәрселерді ескере, жаман дегеннен сақтанса, сонда адам болады, соны іске жарайды. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалғырттанып, не салбырап, шалғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып, сұрап, оғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп, қайта қалпына кетсе, естіп естпей не керек. Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір ұлы хакім айтып кеткен екен. Қалың ағаш жапырағы сыбырласып өз өзді, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі.